Қайырлы күн оқушылар. Бізде бүгін қазақ тілі бойынша 3-ші сабақ, тақырып жұлдыздар мен аңыздар. Алдыңғы сабақта біз негізгі тілдік бағдар сан есімге мән берсек, осы сабақта біздің алғашқы негізгі тақырыбымызға мән береміз. Бүгінгі сабақтың мақсаты мәтіннен негізгі ойды түсіну, мәтіннің мазмұны бойынша сурет салу, мәтіндегі сөздердің мағынасын түсіндіру. Қазір мен сіздерге мына жерде, мына презентацияда осы аудионың үстінен жаңа шылчокпен басқан кезде аудио жүреді, тыңдалым. Сол мәтінді тыңдайсыздар. Мәтінде мына сөздер кездеседі. Осы сөздердің мағынасын түсіндіресіздер, және соларды зум кезінде бірге талдайтын боламыз. Бұл аудионы тыңдау өте маңызды. Аудионы былай үстінен басқан кезде осылай жүреді. Мен сіздерге жаңағы презентация күйінде жіберем, сол жерде бәрі көрсетілген. Келесі тапсырма. Мына мәтінді оқып, сюжеті бойынша сурет салу және зум кезінде түсіндіру. Бұл тапсырма 2 топқа 2 түрлі беріледі. Яғни бір сыныптың ішіндегі бізде 30 минуттан оқитын бірінші және екінші топқа 2 түрлі мәтін берілген. Бұл 2 түрлі мәтін, осы біздің негізгі тақырыбымыз жұлдыздарға қатысты 2 түрлі аңыз. Біріншісінде осы жұлдыздардың түрлеріне қатысты аңыздар болатын болса, яғни олардың кезіндегі аспан әлемінде орналасуы, қалай орналасты, олар неден пайда болды деген сияқты. Ал екінші аңызда күн мен ай туралы және шолпан жұлдызы туралы аңыз көрсетілген. Осы 2 аңызды оқисыздар, түгел мазмұнын түсініп аласыздар, және сол мазмұн бойынша сіз өзіңіздің түсінгеніңізді бір ақ параққа сурет қылып саласыздар. Бұл мәтінді жаңағы алдын ала маған жіберу керек. Бұл тапсырманы маған алдын ала жіберу керек. Ал бұның алдында берілген мына аудио хабарлама тапсырманы біз сабақпен зум кезінде талдайтын боламыз бірге. Ал мына тапсырманы маған алдын ала жіберу маңызды. Содан соң сабақты талдайсыздар. Бұл сабақты талдауды да біз зум кезінде түгел сынып болып талдайтын боламыз. Бұндағы негізгі мәселе, мақсат, мына 4 графаға, астына тағы бір графа қосып, мына жерге жазасыздар, бір жол қосып. Менің бүгінгі сабақтан менің бұрыннан білетінім, яғни мысалы бүгінгі сабақтың ішінде сіз бұрыннан білетін мәлімет айтылды ма? Айтылған жоқ, соны жазасыздар. Екінші жаңағы мына графаның астына жолға менің ойлағаныма қайшы кереғар. Яғни сіз бұрын ол нәрсені басқаша ойлайтын едіңіз, ал шын мәнінде ол мынадай екен. Үшінші бағанда сіз үшін жаңа ақпарат, яғни бүгінгі сабақтан білген жаңа ақпарат. Төртінші бағанда сіздің келісе алмайтын ақпаратыңыз. Яғни бұл нені сіз дұрыс емес деп есептейсіз, соны жазасыздар. Бүгінгі сабақтың негізгі мәтіні осындай, балалар. Негізгі тақырыпты, негізгі мақсатты біз зум кезінде ашатын боламыз. Сол үшін зумға өте тыңғылықты дайындалуларыңызды сіздерден талап етемін.